Екінші болма. Қуаныш Шомбай. Үйренуді үйрену жеңіске жету жолындағы тағы бір кедергі. Мойындау керек, адамдардың басым бөлігі үйренуге дағдыланбаған. Оның себептері тіл білмейді. Қалыптасқан фундаменталды ой өрісі жоқ, логика дамымаған. Кітап оқудың техникасын және мидың жұмыс жасау құрылымын білмейді. Адамдар үйренуге келгенде барлығын білеміз деп ойлайды. Ал шын мәнісінде іске келгенде болмайтын қателер жібереді. Себебі үйренген жоқ, үйренгісі келмейді де. Қарапайым мысал, интернеттен қажетті ақпаратты алу үшін біз Гуглға дұрыс сұрақ қоя алмаймыз. Кез келген істі бастаудың алғы шарты мен білмеймін деп айту, оны мойындау. Көп адам өзім білемін, өзім істей аламын деген позицияны ұстанады. Қарапайым мысал, Еркебұлан деген досым келіп, Қуаныш, шаңғы тебуді үйретесің бе деді. Сонда мен Еркебұлан, өзіңді дүниедегі ең сорлы адам ретінде сезіндің бе деп сұрасам, иә дейді. Сол сезімді бастан кешкеннен кейін мен де оған шаңғы тебуді қуана үйреттім. Көрдің бе, бастысы білмейтініңді мойындау. Біз алып жүрген білімнің жарамдылық мерзімі 2-3 жыл ғана деп айтып жүремін. Себебі заман дамуда, әрдайым жаңару, өзгеру барысында. Егер бір рет алған білімімізге жабысып қалатын болсақ, қаласақ та, қаламасақ та, ол ескіреді. Мысалы, маркетингтен алған білімің толығымен 5 жылда өзгереді деп айтады. Осы уақытқа дейін маркетингтің атасы атанған Филипп Котлердің 4P деген маркетингтік моделі бар. Осы туралы жазылған Котлердің кітабын тіпті Библия маркетингі деп атап кеткен. Бірақ уақыт өте келе 7P, 7E, экспресс маркетинг тағы басқалар шықты. Енді Котлердің моделі қазіргі таңда халыққа өтпейді. Сондықтан біз бір нәрсені үйренбеуіміз керек, ал үйренуіміз керек. Менің ресейлік бизнес-молодость жобасына берген сұхбатымды көрген бір жігіт тренингке келіп бағаларды қалыптастыруды Элияху Голдерттың кітабына негізделдім дедіңіз сұхбатта. Ол қай кітап деп сұрады. Менен естіген жауап оған ұнамаған шығар, бірақ сабақ болсын деп көптің көзінше айттым. Гуглға кіресің, Элияху Голдерт деп тересің, сонда шығатыны 4-ақ кітап. Неліктен сол 4 кітапты да оқымасқа? Еркебұлан деген досымның Тандыр номер 1 деген дәмханасы бар. Күніне 800 дана самса сатады. Басқа дәмханаларда жалпы норма күніне 120 дана. Еркебұланның жақсы қасиеті ақыл сұрайды, әрдайым үйренуге дайын. Қалай айтасың, солай жасайды, басын ауыртпайды. Үміткер реалити шоуының 12-ші бөлімінде үміткерлер панасыз қалған иттер орталығына қаражат жинайды. Осы орталықтың иелері өздері іс-шара өткізіп 59 мың теңге тапқан. Ал біздің үміткерлер шоу барысында маркетинг, нейромаркетинг дегенді оқып, айтқан ақылымызды тыңдап, соның арқасында бір күнде шамалап алғанда 600 мың теңге табады. Бір мәселе панасы иттер орталығына көмектесу, бірақ дайындықсыз келген жағдайда аз қаражат табады, ал алдын ала ойластырылған, үйреніп дайындықпен келсе, жоғары нәтиже көрсетеді. Тағы да көбі үйренбей білмей жатып бизнес ашады. Өзіне сай емес қызметке кіріседі. Бірақ кітаптан оқығаным бар еді. Бір идея туғанда ол туралы пікірді 3 әйел адамнан сұра. Сонда бұл идеяңның дұрыстығы немесе бұрыстығы айқын болады делінген. Сондықтан да бас салып ойыңдағыны жүзеге асыруға асықпа. Маған кеңес сұрауға 70 миллион теңгесі бар бір жігіт келді. Әдетте идеялары бар, бірақ қалталарында 500 мың немесе 1 миллион шамасында қаражаты барлар келетін. Ал бұл жігітке идея жоқ, бірақ 70 миллионы бар. Оған 5 миллион теңгені алда өзіңе жұмса. Саяхатта, көр, біл, шабыттан дедім. Ол оған ақша жұмсағысы келмеді. Олай болса, кітапханаға барда, менде бизнес идея жоқ болса, бизнес идеяны қайдан табам деген кітап сатып ал, дедім. Ондай кітап жоқ.
Жаңа ақпаратқа, білімге қабілетсіз адамдар болмайды, еріншек адамдар ғана болады. Себебі адамның бәрі қабілетті. Мәселе оны толық пайдаланбауда. Брайан Трейси «Достижение максимума 12 принципов» деген кітабында Стэнфорд университетінің зерттеуін келтіреді. Адам өз миының мүмкіндігінің 2% ғана пайдаланады екен. Ал адам миы дегеніңіз ондаған миллиард жасушалардан тұратын күрделі құрылыс. Ол секундына ондаған фактіні тіркей алатын қабілетке ие. Кейбір зерттеулер адам миы 100 триллион сөзге тең ақпаратты сақтай алады дейді. Ал осы ғажайып құрылыстың 98% жұмыссыз ұйықтап жатыр. Өмір тұнып тұрған мүмкіндік. Міне істе, міне дәмін тат, оқы, үйрен. Үйрену қарапайым тақырып болып көрінгенімен көпшілікке жетіспейтін дағды. Үйренудің кілті мидың жұмыс істеу механизмдерін түсінуде. Жат пен қайталаудың рөлін ұғуда жатыр. Бұл бөлімде халықаралық мамандардың пікірінде теориялық ақпарат қана беріп қоймай, қарапайым құралдарды да беруге тырыстым. Адам миы ең күрделі және толық зерттелмеген ағза. Алайда оның құбылыстары мен заңдылықтарын түсіну ісіміздің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Өзгеше айтсақ, үйрену үшін миымыздың қалай жұмыс істейтініне, олай ойлау үдерісінің түрлеріне тоқталайық. Осы бөлім Калифорния университетінің докторы Барбара Уакли еңбегінің негізінде алған және пайдаланған өз тәжірибемде жазылды. Барбара ханымның пайымдауынша адамда 2 ойлану режимі бар: зейінді және шашыраңқы. Зейінді режим көңіліміздің барынша фокусталған кезі, көбіне бір мәселені терең ойланған кезді білдіреді. Ал шашыраңқы ойлану режимі ештеңе шоғырланбай, ойдың кең не бос күйде болуы, әдетте мәселеге тереңдемей, үстіртін қарау не ойланумен анықталады. Мысал ретінде, ойды жеміс ағашындағы алма деп алатын болсақ, зейінді ойлану кезіндегі назар тек бір немесе бірнеше алмада ғана болады. Олардың жылдамдығы да жоғары болады. Ал шашыраңқы ойлану кезінде назар алмада емес, толық жеміс ағашына ауысады. Барлық алмаларды көрмесек те толық көріністі байқаймыз. Егер есеп шығарсаң, яғни сандарды көбейтумен айналыссаң, миың зейінді режимде жұмыс істейді. Өмірде бір проблемаға кездесіп, оны шеше алмай жүргенде, миымыз зейінді режимнен шыға алмай қалады. Бұл өз кезегінде миға кері әсерін тигізеді және үнемі зейінді режимде болу мәселені шешуге көмектеспейді. Ешқашан бір мәселені ұзақ және үзбей ойланғаннан шешімі табыла салмаған. Ал сурет салу сынды іспен шұғылдансаң, шашыраңқы режимге ауысасың. Күнделікті тұрмыстағы серуендеу, жуыну немесе ұйықтау сынды әрекеттер шашыраңқы режимге ауысудың қарапайым жолдары. Көп мәселе шешімін таңда табатыны да осыдан. Тиімді жұмыс істеу үшін екеуі де маңызды. Екеуі тиынның екі жағы сияқты. Екі режимді сауатты басқара алған адам ғана ойланудың шыңын бағындыра алады. Не үшін екеуін кезекпен ауыстырып отыру керек? Себебі зейінді ойлау кезінде мида жаңа нейронды байланыстар орнай бастайды, бірақ қызмет етпейді. Сол жаңа нейробайланыстың арасында ток жүруі, яғни жаңа дүниені қабылдауы үшін уақыт керек. Ал уақытты тек шашыраңқы ойлану режимі береді. Бұл бір кірпіш қалаумен ұқсас үрдіс. Бір қатар кірпішті қалап шыққаннан кейін келесі қатарды қаламай тұрып, арасындағы цементке қату мүмкіндігін бересің. Асығып уақыт бөлмей кірпішті үсті-үстіне қалай беретін болсаң, қабырғаң ертеңінде ақ құлап қалады. Үйрену үрдісі де дәл осылай жүреді. Тиімді үйренудің кілті уақыттың рөлін түсіну. Мысалы, кішкентай бала тақпақ жаттағаннан кейін бірден айтып беруі екіталай. Ал ертеңіне сұрасаң, айта алу ықтималдығы жоғарылайды. Сондықтан бүгінде интервалды оқыту немесе қайталау ең тиімді әдістердің қатарында. Интервалды оқыту дегеніміз кез келген жаңа дүниені қабылдауда араға уақыт салып отыруды білдіреді. Мысалы, жаңа материалды үзбей және қарқынды 2-3 сағат тоқтамай айтып шыққаннан гөрі
қысқа бөлшектерге бөліп, арасында үзіліс не ойын кіргізіп өткізудің пайдасы зор. Жад та үйрену үдерісінің маңызды элементі. Біздің есте сақтау жадымыз өздерің білетіндей екіге бөлінеді: қысқа және ұзақ мерзімді. Қысқа мерзімді жадты кейде жұмыс жады деп те атайды. Ғалымдардың пайымдауынша, біздің жұмыс жадымызда тек 4 бірлікке орын бар. Біз соларды үздіксіз қайталап тұрған кезде ғана жұмыс жадына сақтай аламыз. Мысалы, 7-8 санға қарағанда 3-4 санды жаттау жеңілдеу. Кейде кішкентай балалардың ойлану жүйесінің ерекшеліктеріне байланысты және жас ерекшелігіне қарай біз үшін қарапайым заттарды есте сақтауда қиындықтар болып жатады. Дүкенге кеткен бала не үшін барғанын ұмытып қалып жатады. Мәселен, балада ұзақ мерзімді жад бірінші, ал жұмыс жады кештеу қалыптасатындығында. Жұмыс жадын орташа көлемдегі тақтайша деп елестетіңіз. Ол тақтайшаға көп зат жаза алмайсыз. Ал ұзақ мерзімді жад ол үлкен, шексіз қоймаға ұқсайды. Мәселе тек қойманың ішіндегі жүйенің не бар, не жоқтығында. Жұмыс жадының сәтті өткен ақпарат ұзақ мерзімді есте сақтау жадына, яғни қоймаға аттанады. Интервалды қайталау, яғни еске алу, сол ақпараттың қоймадағы орнын анықтау. Жиі қайталанған сайын ол ақпаратқа апаратын жол жақсы сақталады. Мысалы, бір жаңа материалды меңгергенде ертеңінде тағы 2-3, сосын 5-7 күннен кейін, 2 аптадан кейін, 1 айдан кейін және осылай араға уақыт салып қайталап отыру ұзақ мерзімді жадта жүйе қалыптастырып үйрену тиімділігін арттырады. Аталмыш әдіс шет тілін үйренуден бастап кез келген қарапайым ақпаратты қабылдауда қолдануға тиімді. Бір ақпаратты бір күнде бірнеше рет қайталау. Кішкентай кезімізде өлең жаттауды еске алайық. Бұлшық етті шынықтыру үшін бір күнде 100 рет темір көтергенмен тең. Нәтижесіз, тиімсіз және үнемді емес. Шашыраңқы ойлану режимін қосудың жақсы амалы жоғарыда аталған ұйқы. Ұйқы өзінше бір арсыз әрекет болғанымен, сауатты қолданылған жағдайда өте пайдалы. Зейінді ойлану барысында, яғни бір мәселені қатты ойланғанда не шешуге тырысқанда, нейрондардың арасындағы құбылыстардан мида уыт токсин бөліне бастайды. Осы уыттың кесірінен нейрондардың арасындағы өткізгіштік қасиеті төмендеп, ойлану бәсеңдейді. Рекорд қою мақсатында бір тәуліктен көп уақыт ұйықтамаған адамдарда елестер пайда болғанын айтады. Ол да осы уыттың салдары. Бұл зиянды элементтерден арылудың жалғыз жолы ұйықтау. Біз ұйықтағанда мидағы сұйықтық сол уыттан толық тазарады. Ал қанша сағат ұйықтау керек екені өзінше бөлек тақырып. Неге бүкіл әлемдік тартылыс заңын Ньютон ашты? Біздің де басымызға алма не басқаса түсіп жүр ғой. Аңызға сенсек, бәрі дәл сол алма түскен кезде болды ғой. Неге Менделеевтің кестесін Дмитрий мырза ашты? Бәріміз күнде ұйықтап жүрміз ғой. Неге Архимед өз заңын дәл суға түскенде ашты? Байқасаң, көптеген ғалымдар өз жаңалықтарын зейінді емес, шашыраңқы ойлану кезінде ашқан. Және бір мәселе, шашыраңқы ойланудың құр өзінен де пайда аз. Себебі шашыраңқы ойланудан арыла алмай жүрген адамдар талай жаңалық ашып тастайтын еді. Жоғарыда аталған жандар белгілі бір мәселені терең ойланғаннан кейін ғана дем алған кездерінде жаңалық аша алған. Америкалық өнертапқыш және кәсіпкер Томас Эдисон да шашыраңқы ойлануға ауысу кезінде миға келетін шешімді сақтап қалу үшін отырып ұйықтаған. Сонымен қатар қолына ауыр темір ұстап алады екен. Теледидардың алдында отырып қалғып кеткен, пульт қолынан түсіп кеткен кездер болған шығар. Томас мырза да дәл осылай маңызды ойларын бекітіп отырған. Мидың белсенді жұмыс істеуі ақпараттарды өңдеуі нейрондарға байланысты. Ғалымдардың айтуынша, адам баласы есейген сайын минутына 56 нейрон өліп отырады. Яғни уақыт өткен сайын ми қабілеті әлсірей береді. Әрине, ешқандай жұмыс жүргізілмесе. Нейрондарды сақтап қалудың ең жақсы амалы жаттығу. Версус жеңіске барар жолдағы барьерлер, кедергілер. Версус қолданбалы жетістік академиясы Вертекс курсының аясында жүргізілген ең қиын тапсырманың бірі
күніне 10 000 қадам жүру еді. Көлігі бар, өмірінде қоғамдық көлікке отырмаған адамдар күніне 10 қадам жүру арқылы 10 000 қадам жүру арқылы, яғни шашыраңқы ойлану режиміне ауысу арқылы өздерінің талай мәселелерін шешкенін айтқан еді. Жоғарыда айтылғандай жаттығу ең оңай амалдың бірі. Vertex курсының қатысушылары бүгінге дейін күніне 10 000 қадам жаттығуын тастамады деп сенемін. Өз зейінімді басқару үйрену үдерісін басқару. Енді нақты техникаларға көшетін болсақ, өзіңмен помодоро тәсілін бөліскім келеді. Помодоро тәсілі кез келген іспен айналысу барысында соңғы нәтижеге емес, сол істі орындау барысына үрдісіне зейін қою. Соңғы нәтижеде пайда болуы керек өнімге зейін қою адамды қажытып, көбіне сәтсіздікке әкеледі. Помодоро тәсілінде ең маңызды сұрақ қашан? Қашан бастаймын емес, қашан тоқтаймын? Бастаған ісім бітсе де, бітпесе де тоқтау. Әдетте 25 және 5 минутта басталады. Яғни 25 минут жұмыс істейміз, зейін ойлану режимінде болу керек. Ол үшін барлық еліктіргіштерді, телефон, әлеуметтік желілер алып тастау керек. Кейін 5 минут шашыраңқы ойлану режиміне ауысу. Қарапайым жаттығу, жүріп келу, не бір физикалық немесе зияткерлік ойын ойнау. Біліктілік иллюзиясы. Кез келген үдерістің сәтті жүруіне кедергі болатын күштер бар. Үйренудің ең үлкен кедергісі біліктілік иллюзиясы. Өзгеше айтқанда, мен білемін деп ойлау. Күнделікті өмірде байқалмағанымен, жаһандану салдары ретінде ақпарат жылдамдығының артуынан көбіміз осы біліктілік иллюзиясында жүрміз. Көбіміздің компьютерімізде, телефонымызда, не өзге электрондық құрылғыларымызда және бұлтта кемінде 1-2 кітап сақтап қойғанбыз. Мынау керек болады деген оймен талай тренингтің слайдтарын немесе кітаптардың мұқабасын фотоға түсіріп те алдық. Сол электронды нұсқаға ауысқан ақпарат пен ертеңінде қолданыс тапқан ақпараттың арасында байланыс қаншалықты екен? Кітап оқып отырған кезде ішінде ұнаған бөлігін арнайы маркер, карандаш не өзге құралмен белгілеп қоямыз. Түрлі түсті стикерлерде жабыстырамыз. Бұл әрекеттер осы ақпарат үшін өте маңызды және оны есімде сақтап алдым деген жалған сезім сыйлайды. Соның себебінен де ертең ол қолданысқа түспейді, сол күйі қалады. Өкінішке қарай байқамай өзіміз осылай алдап жібереміз. Ертең қажет болғанда сол ақпараттың ешқайсысын еске түсіре алмаймыз. Миымнан шығып кетті дейміз. Теориялық тұрғыда миымызға кірген кез келген ақпарат ешқайда кетпейді. Ол сол жерде қалады. Тек біз оған барар жолды таба алмай қаламыз. Ұмыту дегеніміз ақпараттың мидан шығып кетуі емес, ұзақ мерзімді жадтың бір қуысында қалып қоюы. Біліктілік иллюзиясының масштабтары әртүрлі. Қарапайым өлең жолдарынан бастап кәсіби мамандықтың тақырыптарына дейін осы себепті бұл құбылысты үйренудің ең үлкен індеті деп анықтар едім. Біліктілік иллюзиясы орын алуының тағы бір себебі қайталау. Жаңа материалды меңгеру барысында көбіміз қайталауға басымдық береміз. Психолог Джеффри Карпикке зерттеуі бойынша қайталаудың өнімділікке әсері өте төмен. Қайталау әрекеті көмектеспегенімен ғана қоймай, кері әсерін де тигізуі әбден мүмкін екені анықталып қойыпты. Оның орнына еске түсіру әрекеті айтарлықтай тиімді әрі пайдалы болғанын айта кеткен де жөн болар. Ғылыми мәтінді меңгеру тапсырылған студенттер қайталау емес, еске түсірумен айналысқанда ғана жоғары нәтиже көрсете алған. Өлең жаттау мысалында қорытындылайтын болсақ, ақпарат есте қалу үшін 10 рет қайта оқығанша 1 рет оқып еске түсіруге тырысқаннан ұтасың. Кітапты оқу барысында бір тараудан кейін кітапты жауып қойып есіңе түсірсең, не біреуге әңгімелеп айтып берсең, оң әсерін ұлғайтасың. Ал қолдана алсаң, мүлдем естен шықпайтын болады. Тренингке қатысқан күні үйге бара салысымен басынан соңына дейін есіңе түсіріп көрсең, тренингке кеткен ақшаңның
ақталары сөзсіз. Джеффри мырза зерттеуінің ең қызығы зерттеуге қатысқан студенттердің таңдауы қайталау болғаны. Олардың ойынша жаттаудың ең ыңғайлы жолы қайталау екен. Көріп тұрғандай осындай жалған сенімдердің салдарынан біліктілік иллюзиясы кең тарап бара жатыр. Google сынды сервистер оған өз үлесін қосып та жүр. Телефонның көмегімен кез келген ақпаратты оңай әрі тез табу мүмкіндігі мен білемін деген ұстанымды сыйлайды екен. Зерттеудің ашқан тағы бір жаңалығы жаңа материалды көрнекі құралға, яғни диаграммаға, интеракт картаға айналдыру немесе сурет ретінде салудың тиімділігі. Аталмыш әрекеттер жаңа материалдың мида сақталуына жақсы әсер етеді деген үмітпен практикаға кірісіп кетеміз. Алайда жаңа ақпараттар жұмыс жадында болған кезінде өзара тығыз байланыс орнамаса, тиімділігі айтарлықтай болмайтыны анықталды. Яғни жаңа материалды толық түсінбесек және бұрынғы білгенмен байланыстыра алмасақ, ертең қолдана алуымыз да екіталай. Жоғарыда келтірілген қойма мысалымен түсіндіретін болсам, жаңа ақпарат тиісті орнында сақталмай бір қуыста қалып қояды. Ал еске түсіру дағдысын дамыту үшін кілтті, өзекті идеяларды анықтауды, не оның мәнін түсіндіруді меңгеру керек. Бұл көбіне уақытпен келетін дағды дер едім. Сондықтан бастапқыда кездескен сәтсіздіктен қаймықпа. Толық көрініс. Бүгінгі білім беру жүйесінің негізгі кемшілігі қайталау арқылы жаттауға негізделуінде. Мектеп оқушылары көптеген ақпаратты жадында сақтап алған, тіпті қатты қиналмай қайта шығара да алады, бірақ бұл уақытша құбылыс, ертең-ақ естен шығады. Жұмыс жадындағы ақпаратты екі жол күтеді. Біріншісі ұзақ мерзімді жадтың бір бұрышында қалып қоюы, сәйкесінше оны ұмытып қалу. Екіншісі ұзақ мерзімді жадтың жаттан өз орнын табуы және керек кезде еске түсіре алуы. Осы екі жад арасындағы үйлесім пайда болып, ортақ жұмыс болғанда ғана біздің миымызда толық көрініс пайда болады. Не керек екен, не үшін және қалай керек екен түсіне бастаймыз. Түсіну екі қадамнан тұрады. Біріншісі қысқа мерзімде жадтағы ақпараттың өзара байланысын, мәнін ұғу. Біз осыны түсінген кезде ғана олардың арасында берік байланыс орнайды. Екіншісі, сол жаңа орнаған берік байланыстағы ақпараттар жиынтығының үлкен жүйедегі орнын түсіну және орналастыру. Мысалмен түсіндіріп көрейін. Көз алдыңа мейрамхананы елестетіп тұр. Себебі ол әр клиенттің қалауын жеке-жеке жаттап алуы керек. Шатаспауы тиіс. Даяшылар бұл межеден әдетте сүрінбей өтеді. Сенің берген тапсырысың оның жұмыс жадында сақталды. Тапсырыс орындалып ас дастарханға жеткізілгеннен кейін және сен шотты жапқанынан соң даяшыдан не тапсырыс болғанын сұрасаң, жауап бере алуы қиындау. Жұмыс жадында болған тапсырыс ұзақ мерзімді жадқа жүйеленбей қалды. Дәл осындай арнайы зерттеу жүргізген ғалымдар мұны даяшы феномені деп атайды. Бүгінгі оқушылардың көпшілігі және тек олар ғана емес, көпшілігіміз осы феноменге шалдығып қалдық. Ал егер даяшы әр клиенттің болмаса да тұрақты клиент тапсырысының логикасын байқай алса ше, яғни жұмыс жадындағы ақпараттың өзара байланысын қалыптастыра алса, сол клиентке қызмет көрсету деңгейі айтарлықтай жоғары болатын еді. Даяшылардың сізге әдеттегідей ме деп сұрайтынын кинодан көріп жүрміз ғой. Қарапайым тапсырыстар негізінде клиенттің болашақ қалауын анықтай алатын даяшы маман ретінде өте құнды. Бұл даяшы кейде клиентке сұрағанын емес, қалағанын бере алуы әбден мүмкін. Ал даяшының осы қабілеті толық көріністі көре алғанында. Осы бөлім үйренуге байланысты тұжырымды екі сұраққа жауап бере алды деп сенемін. Олар: не істеу керек, қалай істеу керек? Біріншісінде қайталау керек десек, екіншісіне интервалмен, яғни араға уақыт салып қайталауды ұсынып отырмын.
Қателіктер. Үйренуді үйренуге мүмкіндік ашатын келесі элемент қателіктер. Жағымсыз негативті әсері бар ұғым болғанымен, үйрену қабілетті шыңдауға таптырмас амал. Қателік жасау табиғатын бір тараудың ғана масштабына ашу оңай емес. Сол себепті негізгі ойды ғана жазуды жөн көрдім. Ақымақ ешқандай қателіктен сабақ алмайды, ақылды өз қателігінен сабақ алады. Тек дана адам ғана өзгенің қателігінен сабақ алады деген сөз бар халықта. Бұған біреудің тонна қателігі 5 тиын, өзіңнің грамм қателігің 1000 тиын деген нақылды да қосуға болады. Саналы адам өзінің қателігінен сабақ алады. Бұл біздің бойымызға туа біткен қабілет. Кішкентай кезімізден одан әрі дамып отыруымыз керек. Алайда кейбір келеңсіз жағдайлардың әсерінен бар заттың өзі жоқ болып қалады. Қателікке ұрынған сайын үйренудегі тәжірибең артады. Қателік істеуден қорықпау керек. Ең бастысы бір қателікті қайталамасаң болғаны. Қателіктен сабақ алмаған жағдайда ғана қателік қайталанады. Кейде бір қателіктің беретін сабағы көп болады. Қателіктің ең үлкен пайдасы жадымыздағы ақпараттардың негізінде құрылған заңдылықтардың өзектілігін анықтау, себеп-салдарлы байланысын жою не күшейту. Овер оқуы. Жаңа идея, жаңа сөз, жаңа тұжырым немесе жаңа амалды үйрену кезінде белгілі бір уақыт ішінде оларды жаттап алып жадымызға сақтаймыз. Енді осы жерден тоқтамай одан әрі ізденіске көшіп, одан көп жаңа дүниені тұтына беруді овер оқу деп атаймыз. Яғни жаңа ақпараттың арасында байланыс орнап, өз орнын тапқаннан кейін қолданысқа өтпей алдыңғы әрекетті қайталай беру. Овер оқудың өзіндік орны бар. Ол белгілі бір әрекетті автоматизмге, дағдыға жеткізуі мүмкін. Мысалы, былғары қолғап шеберлерінің қауіп төнгенде қол сермеуі, музыка маманының аспапта еркін ойнауы. Аталған жағдайларда овер оқу өте пайдалы. Автоматизм жүйке сыр берген кезде жақсы көмектесе алады. Халықтың алдына шығуға уайым пайда болғанда сәтті өнер көрсетуге өз ықпалын тигізеді. Алайда осы саладағы зерттеулерге сүйенсек, овер оқудың ең үлкен кемшілігі құнды уақыттың зая кетуі. Ұзақ мерзімді жадта пайда болған бір байланысты ғана шыңдау арқылы шектеліп қалуға болады. Үнемі балғамен ғана жұмыс істеген адамға өзге жұмыс тапсырсаң, ол тек балғамен орындауды ойлайды. Шлагбаум эффектісі. Өмірде оқыған кітаптарымыз, жинаған тәжірибеміз және түйген сабақтарымыз бізге көмекші деп сенеміз. Алайда осы тақырыпта жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде кері тұстары да анықталған екен. Миымызға кірген кез келген ақпарат жаңа ақпараттың келуіне белгілі бір деңгейде кедергі болады. Шлагбаумдар сияқты өткізбей қояды. Бұл үйренуге қатысты тағы бір маңызды мәселе. Олай болмауы үшін миымызда қалыптасқан шаблондардан бас тарта алуымыз керек. Жаңа ақпаратқа ашылуға дайын болуға тиіспіз. Онсыз тұрақты дамып отыруымыз екіталай. Кәсіпте қанша тәжірибем болса да, осыған дейін қанша кітап оқысам да, қаншама серіктестермен жұмыс істеу тәжірибесі болса да, жаңа мүмкіндік пайда болғанда жас баладай ашқарақтана кірісемін. Білемін деп емес, білмеймін деген позициядан бастаймын. Логиканың логикасы. Белгілі бір қазақстандық ғалым және қоғам қайраткері, физика-математика ғылымдарының докторы Асқар Жұмаділдаев қоғамымызда екі нәрсе – логика және салыстырмалы теория жетіспейді дейді. Ойланып қарасақ, шын мәнісінде еш нәрсені қиындатпай барлығын логикаға салатын болсақ, өмір біз ойлағандай қиын болмайтын еді. Біз өзіміз оны тым қиындатып жіберуге құмармыз. Оның мысалын Версус академиясына білім алуға келетін адамдардың көпшілігінен көре аламын. Олар үйренуге келген жауабын таба алмай жүрген сұрақтарын жай ғана логикамен ақылға салса,
шешімін оп-оңай табар еді. Логикалық ойланбауымыздың басты себебі бала кезден біздің орнымызға шешім қабылдағанына. Біз үшін барлығын ата-анамыздың ойлап қойғанына үйренгенбіз. Жалпы статистика бойынша дүние жүзіндегі адамдардың 2% ғана ойлана алады, ал 3% ойлана аламын деп ойлайды екен, қалған 95% мүлдем ойланбайды. Ресейде Магнит деген үлкен азық-түлік дүкендер желісі бар. Олардың иесі Краснодар қаласының тумасы Сергей Галицкий. Ол Мәскеуде тұрмай-ақ Ресейдегі миллиардерлердің қатарына кірген адам. Олег Тиньков өзінің «Бизнес-секреты» деген бағдарламасында сіздің ерекшелігіңіз неде? Неге сізбен бір аулада ойнаған балалар жеңіске жетпеді, ал сіз миллиардер болдыңыз деп сұрайды. Сергей Галицкий: мен де ұзақ ойландым. Түсінгенім, бізде адамдардың көбісі логикалық ойлап дағдыланбаған. Егер олар логикалық түрде ойланатын болса, кез келген адам жеңіске жетер еді, деп жауап береді. Миллиардер мен әйгілі математик бір мәселені айтуда. Логикалық түрде ойлау, жасау дегеніміз барлығын кезегімен, рет-ретімен және дұрыс нәрсені дұрыс жасау. Ал бізде адамдар дұрыс емес нәрсені дұрыс жасауға құмар. Мысалы, темекіні әдемілеп шегеді, арақ ішкенде тіске басарларын дайындап қояды. Оған бір маңызды ритуал сияқты қарайды. Ал негізінде барлығын логикаға салып дұрыс нәрсені дұрыс жасасақ, біз көптеген сұрақтарымызға жауапты да табамыз, көшіміз алға жүріп, табысқа да жетеміз. Өзімізді де дамытамыз. Шынында да өмірдегі іш пыстырарлық қызық емес нәрселер пайдалы нәрселер. Таңертең ерте тұрып жүгіру, ойлану, дұрыс тамақтану, кітап оқу іш пыстырады, бірақ пайдасы зор. Ал түнгі клубқа бару дұрыс емес нәрсе, бірақ біздікілер оған ұйқысын қиып барады. Тамақты талғап жеймін десең, таңдау үлкен. Сондықтан да өмірдің барлығы осындай логикалық ойлаудан, таңдаудан тұрады. Пікірді өшіріп, ақылды қосу. Түріктің атақты комигі Джем Елмаздың бұлардың ақылы жоқ, пікірі бар деп айтқаны бар еді. Сол сияқты кез келген жағдайды істе, бастапқыда менің ойымша солай болу керек еді деген сияқты біз өзіміздің пікірімізді қосамыз. Әрине, егер сен ел мойындаған, кәсіби орта мойындаған шебер маман болсаң, сенің пікірің үшін ақша төлейді, оған құлақ асады. Ал қазір кітапты қолына алып отырған адамдардың басым бөлігі енді ғана жеңіс жолына тұрған адамдар. Сондықтан бұл жерде маңыздысы пікірді өшіру. Мысалы, мейрамхана бизнесін ашқысы келген жігіт осы салаға байланысты өз пікірін білдіреді, бірақ әлі мейрамханасы жоқ. Демек, бұл жігіт әлі шикі. Мейрамхананы ашу барысында қалыптасқан тәртіпті өзгертіп, өзінің ойынша, өзінің қалауынша жасайды, яғни пікірін қосады. Мысалы, біздің Рюмиде палаумен бірге ең көп сатылатын тағам манты. Оны мәзірге қосу, палау жемейтіндерге не ұсынуға болады деген сұрақ туындағанда келген ой. Бұған дейін Рюмиден басқа мейрамханаларда да манты ұсынылатын, бірақ біз айына 40 000 манты сатамыз. Біздегі мантылардың дәмді екенін көп айтады, мойындайды да. Біздің Рюмидің мантылары үйдегідей түйілген, ал басқа мейрамханаларда шетінен өрнектеліп дұңғанша түйілген. Сонда неге шеттен түйілу керек деп сұрадым. Аспаздар енді барлығы солай істейді ғой деп жауап берді. Бірақ барлығы солай істейді деген ол пікір. Ал миды қосатын болсаң, барлығымыздың ең жақсы көретін мантымыз үйде түйілген аналарымыздың жасаған мантысы. Демек, барлығы жақсы көретін өз үйіміздегідей манты жасау ақылға қонымды ғой. Сол кезде мен пікірді өшіріп, ақылды қосуға ұсыныс тастадым. Кейін білгенім, үйдегідей мантының жасалуы шетінен түйілген мантыларға қарағанда ұзағырақ, яғни көбірек уақыт алады екен. Дегенмен біз барлығы солай істейді, оған қоса азырақ уақыт алады деген пікірді өшіріп, ақылымызды қостық. Есесіне қазір айына 40 000 манты сататын, бізге бәсекелесе бола алатын мейрамхана жоқ. Кітап оқығанда да
жатып оқығым келіп тұр деу қате пікір. Себебі кітапты жатып оқуға болмайды. Ол миға қонымды емес. Оған қоса жарық сол жақтан түсуі керек. Арқаң тік болуы керек. Оған қоса жарық сол жақтан түсуі керек. Арқаң тік болуы керек. Таза ауа кіріп тұру керек дегендей өзінің ережелері бар. Колледжде сабақ беріп жүрген кезімді еске түсіріп, алғашқы үрейім біздің қазақ-түрік колледжінде жасалған деп күлемін. Колледжде буфет болатын. Оның бір күндік саудасы 5000 теңге. Мен маркетингтен сабақ беремін. Бірде буфеттегі қызметкерлерден: неге мәзіріңіз кішкентай? Неге жұмыс жүрмейді деп сұраймын. Осылай болып қалыптасып қалған деп жауап береді. Бұл да пікір. Мәзіріңізде кофе болу керек, мерчендайзинг болу керек деп түсіндіріп ақылды қосып жатсам ешкім мойындамайтын. Ал біз студенттерімізбен сауалнама жүргіздік. Студенттер колледжге қанша ақшамен келетінін біліп алдық. Біздің анализ бойынша студенттер аптасына 500 000 теңге алып келеді екен. Ал сол кездегі буфеттегі қызметкерлер студенттердің ақшалары жоқ деген қате пікірде болды. Нарық бар, бірақ нарыққа дұрыс өнім берілмеді. Ақылды қосу арқылы біз студенттермен бірге буфеттің бір күндік саудасын 35 000 теңгеге, яғни 7 есе көтердік. Досың келіп, бірге бизнес жасауды ұсынды. Сен келістің. Уақыт өте келе ішіңде критикалық сыни ойлану пайда болады. Егер жүрмей қалса, ақшамнан айырылсам деген күмән пайда болады. Осындай жаман ойға берілудің әсерінен жақсы идеяң құрдымға кетеді. Сөйтіп ештеңесіз қаласың. Біреудің жасап жүрген ісіне, бастамасына міндетті түрде өз ойымызды қосамыз. Бұл жеңіске жету жолында бізге қатты кедергі жасайды. Себебі тек қана сырттан тон пішетін, сынға ғана жарайтын адам болып қала береміз. Үнемі біреуге ақыл айтамыз, ал өзіміз еш нәрсе жасауға талпынып та көрмейміз. Ал сен сынаған адам пікіріңе қарамастан жеңіске жеткенде сен әлі бір орында қалып қойған адам болып отыра бересің. Бірдеңені болса да қорықпай іс-әрекет жасаған адам да прогресс болады. Опық жеп қалса тәжірибе жинайды. Ал сен қандай болдың, сол күйіңде қаласың. Негізінде өмірді көрген, кәсібін дөңгелетіп нәтижеге жеткен азаматтар біреудің ойын, идеясын жамандамайды. Адамдардың бетін қайтарып ешқашан еңсесін түсіруге жол бермейді. Олар істеп көр деп айтады. Себебі ертеңгі күні ұтылып қалса, минусқа кірсе де, ол адамның көзқарасы, ойлау қабілеті өзгеретінін, тәжірибе жинайтынын біледі және де оны дұрыс санайды. Кезінде оларға да ешкім сенбеген, ал пікірін қосып сынағандар көп болған. Ақыл заңға негізделеді, біліммен жұмыс жасауды талап етеді. Ал менің ойымша деп айтқан пікіріміздің 99% қате. Оған қоса пікір көп жағдайда субъективті болады, ал бізге объективті нәрсемен жұмыс жасау керек. Сондықтан біз де ойлануымыз керек. Өмір бойы біреудің әрекетіне сын айтып, жансақ пікірге сеніп отырамыз ба, әлде ақылды пайдаланып, өз өмірімізді өзіміздің қолымызға алып, оны өзгерте аламыз ба? Мәселе осында. Кітап оқу шеберлігі. Бернард Шоудың «Сіз бос уақытыңызда не істейсіз?» Сіз бос уақытыңызда не істейсіз деп сұраған болу керек. Бос уақытымда серуендеймін, ұйықтаймын, достарыммен пікірлесемін деген екен. Сонда қашан кітап оқисыз дейді сұхбат алушы. Шоу: кітап бос уақытта оқылатын нәрсе емес, оған арнайы уақыт бөлемін деп жауап берген екен. Аптасына бір кітап оқимын деп нысана қойған адам ең азы бір жылда 50 кітап оқиды. Бір сала бойынша кітаптарды үздіксіз оқу әдетке айналса, бірнеше жылда сен сол саладағы сарапшы болып шығасың. Ал түбегейлі біліміңнің адамды өмірдің кез келген саласында алға жетелейтін қуатты күш екенін айтудың қажеті жоқ шығар. Батыс мамандары дабыл қағады. Ақпарат қай салада тез дамып жатыр. Бәсекеге қабілетті болу үшін тұрақты түрде оқып отыру керек. Бізде дәл сондай бәсекелестік жоқ. Басқа елдерге қарағанда біздің адамдардан жеңіске жету үшін сұралатын дүние аса көп емес. Бізде өзгелерден сәл ғана көбірек ізденсең, өзгелерден оқ бойы озық тұрасың. Бастысы нысанаңды таңдау, өзің бірінші болатын саланы анықтау. Мысалы, біз Астана қаласында мейрамхана аштық.
Қасында 15 мейрамхана бар. Ал Рюмиге кезек қандай? Өзіндік фишкаң болса бәрі болады. Фишка табу үшін көп дайындық керек. Бір салаға қатысты оқи берсең, ұңғыл-шұңғылын еріксіз біліп аласың. Сенен асқан сарапшы маман табылмайды. Кітап оқу жеңіске жететін жолы болғыш адамдардың әдеті екен. Жеңіске жеткен адамдардың кітапханасы үлкен болады. Ұтылғандардың теледидары үлкен болады деген екен Дэн Кеннеди. Адамның не тұтынатындығына қарап, оның кім екенін айта аласың. Стамбулға барған соң біраз уақыттан кейін эйфория тарады. Шет елді көріп бизнес жасайтынымды білдім. Сөйтіп бизнес туралы оқи бастадым. Стипендиям 180 түрік лирасы, сол кездегі курспен теңгемен 18 мың шамасында. Оның жартысын кітапқа жұмсайтынмын. Жүрген жерде кітап қарап жүру әдетім әлі де бар. Басқа елдерге, бөтен қалаларға барғанда да менің шопингім кітап дүкенінен басталады, не онымен аяқталады. Мысалы, Мәскеудегі Библиоглобус дүкенінде күтпеген жерден өзіңе нағыз керек кітапты тауып алуға болады. Әдетте ойыңды басқа жаққа бұрып жіберетін, демек бизнесіңе де жаңалықтар әкелетін кітаптарды табасың. Белгілі маркетинг профессоры Иона Бергердің «Заразительная психология сарафанного радио. Как продукты и идеи становятся популярными» деген кітабы мен үшін сондай табыс болды. Онда айтылатын сарафандық радио принципін Рюмидің маркетингіне негіз етіп алдық. Мен оған дейін-ақ өзімді білімді санап, осы істі бастай беруіме болатын еді. Маған сенген адамдар болды. Ақша салынып тұр. Біреудің ақшасы. Ештеңен кетіп жатқан жоқ. Егер сондай логикада ойлаған адам болсам, Рюми жертөледе сасыған көп дәмхананың бірі болып 2 айдан кейін жабылып қалар еді. Менің ойымша, мінсіз адам жоқ. Сен де осы ойға өзіңді сендір. Өзіңді қанша жақсы көріп, ең ақылды, бәрін білетін, кітап оқымай-ақ жеңіске жете алатын адам деп санап тұрсаң да, аспандағы қиялыңды жерге түсір. Идеал емессің. Менің түсінгенім, адамның ең ғажайып қасиеті оның идеалдылығы емес, өзгеруге, өсуге, білім алуға әзірлігі. Қазір мінсіз болмаса да, келешекте оған ұмтылатын, сол жолда көп оқуға, ізденуге дайын адаммен бағытымыз бір деп санаймын. Брайан Трейси «Достижение максимума. 12 принципов» деген кітабында мынадай ой айтады. Зерттеулерге сенсек, ең табысты америкалықтар жылына 70-тен астам аса кітап оқиды. Кедей америкалықтар мүлде оқымайды. Мүмкін барлық оқырмандар лидерлер емес шығар, бірақ барлық лидерлер оқырмандар. Қарап отырсаң, лидерлікке жетелейтін қарапайым жол – кітап оқуды әдетке айналдыру. Әдетке айналу үшін ол күнделікті оқылуы керек. Демек, күн тәртібінде кітап оқуға уақыт бөл. Уақыт қымбат, бірақ мақсатсыз өткен уақыттан гөрі оқумен өткен уақыт бағалы. Сонымен, кітап оқуға қанша уақыт бөлу керек? Ересек адам үшін орташа оқу жылдамдығы минутына 200-250 сөз, немесе минутына 2 бет. Егер бір аптада бір кітап оқу міндет болса, кітаптың көлеміне қарай күніне 20-40 бет оқысаң жеткілікті. Ал күніне 20 бет дегенің 10 минут, 40 бет дегенің 20 минут. Өте баяу оқырмансың деген күннің өзінде күніне жарты сағат жеткілікті. Ұйықтар алдында жарты сағат кітапқа көңіл бөлу қиын ба? Бастапқы күндері қиналарсың, ал әдетке айналған соң кітапқа қолың жүгіріп бара жатқан өзіңде байқамай қаласың. Қазір мен жылына 50-60 кітап оқимын. Бұрын дебатқа қатысқанмын, облыстың чемпионы да болдым. Пікірталастың бір кереметі пікіріңді дәйектеуге үйретеді. Демек, неғұрлым көп оқуың керек. Содан қалған әдетте шығар. Бірер жыл бұрын көбіне әдебиет, тарих, теология туралы көп ізденетінмін. Күндердің күні осы мен үшін
кітап оқимын деген сұрақ туды. Осы мен не үшін кітап оқимын деген сұрақ туды. Сәл ойланып қарасам, жарыс үшін сияқты. Өйткені оқығаным, білімім басқалардан артық болу үшін, басқалардың аузын жабу үшін керек сияқты. Сол ойдан өзімді ұстап алдым. Стоп, қуаныш. Одан кейін келесі кезеңге өттім. Жұмыс үшін оқуыма тура келді. Мұнда алгоритм басқа оқыдың. Басқа оқыдың, іске асырдың, нәтижесін көрдің, қуат алдың, шабыттандың, басқа кітап оқыдың. Сондықтан маған кітап оқу қиын емес. Бәрі өзіңе байланысты. Қазір менің негізгі мақсатым оқу емес, оқығанды іске асыру. Бизнеске, өміріме пайдалы әрекетке негіз іздеу. Сондықтан жақсы идея, мені қызықтырған сұраққа жауапты көрген бетте кітаптың бетін жабамын. Солай, мен оқыған кітаптың 90% бітпеген. Ойды алдым, бітті. Кітапты оқып бітіру маңызды емес. Есесіне, осы техниканың арқасында бизнесіме де, өзіме де көп идеялар алдым, алға жылжыдым. Оған мысал көп. Мәселен, ұжымдағы басты адамдарды қалай қызықтыру керегін ойлап жүрдім. Сол кезде бізде мейрамхана басқарушы директоры болды. Онда бекітілген жалақы, айналымнан проценттер, тағы да басқа игіліктері бар еді. 2015 жылы Стамбулға барғанда осы тақырыпта $150 кітап алдым. Мақсат айқын еді, жаңағы адамды мотивациялаудың жолын табу. Алматыға келіп кітаптарды ақтарып отырғанмын. Алғашқы кітап, алғашқы бөлім, алғашқы абзац: қызметкерлеріңізді партнер, серіктес қылыңыз дейді. Бұл миллиардер, әлемдегі ең бай түрік банкир және бизнесмен, Гарвардтың MBA түлегі Хусейн Узейеннің кітабы болатын. Мұндай адамға қалай сенбейсің? Оның принциптері дұрыс болмаса, соншама жеңіске қалай жетер еді? Кітапты жаба салып іске кірістім. Нәтиже де жаман болған жоқ. Біз жаңағы адам операциялық кірістің проценттерін алады деп келістік. Келесі айда оның жалақысы 100 000 теңгеге көбірек болды. Бірақ сонымен бірге ол 800 000 теңге үнемдеді. Демек, біздің табыс ай сайын 700 000 теңге еді. Міне, қандай жақсы инвестиция. $150 салып, 700 000 теңге пайда табу. Біздің Рөмейдің негізгі ерекшеліктерінің біріне айналған Мастейдж. Ол да кітаптан алынған ұғым. Бұл қолжетімді, масс және беделді, престиж деген категорияларды біріктіреді. Әдетте косметикалық брендтер өте жақсы пайдаланады. Nivea, Max Factor осы салада өзін дәлелдеген брендтер. Бір қарағанда қымбат та емес, бәрінің қолы жетеді, қалтасы көтереді және сатып алуға да ұялмайсың. Мерси қонаққа барғанда сатып алғанды жақсы көретін тәттілеріміз. Сол 1500 теңгеге құр қол бармас үшін дейтін одан басқа жақсырақ дүние сатып алуыңыз неғайбыл. Сөйтіп, Рөмейде осы техниканы пайдалануға талпындық. Біздің кейбір нүктелерімізде орташа чек Starbucks'тан арзанға шығады. Бірақ онда қандай жағдайда да кіммен де баруға ұялмайсың. Достарыңызбен кездесуге де, құдалық жасауға, сүйіктіңді кешкі асқа шақыруға, шетелдік қонақтарды күтуге, іскерлік кездесу ұйымдастыруға да болады. Би түсетін үй деген ұғым бар қазақта. Біз сондай министрді де күтуге болатын орын жасадық. Әдетте Мастейдж категориясындағы бренд қалыптастыруда антураждың орны орасан. Упаковка, подача, тағы басқа. Арзан бағада ұсынған күннің өзінде тауарды біздікінен 3 есе қымбатқа сататын әріптестеріміз секілді упаковать етіп беруіміз керек. Осы техника бизнес әлемінде 2003 жылдан бері бар. Неге бізде ешкім қолданбайды? Көрмей, білмей жүрме? Меніңше бізде бизнес жасауды ақша салу, сосын күреп ақша табу деп қана түсінетін секілді. Бизнес жасау үшін білім керегін, әлемдегі үздік идеяларды кішкентай кәуіпханада да қолдануға болатынын білмейді. Білмейді емес,
білімнің маңыздылығына мән бермейді. Минусты плюске ауыстыру. Алғашқы рет минусты плюске ауыстыру дегенді естігенде өз басым қатты қиналғанмын. Себебі бойым басқалардікіндей ұзын емес, басым қазандай. Қалай мен өзімнің осы минусымды плюске ауыстыра аламын? Адамдардың көбісі бізде бизнес дамымаған, сервис жоқ деп қызмет көрсету саласына қатысты бір идея айтсаң, оны қабылдамайды. Сылтау іздеп тек минустарын тізбектей береді. Ал бұл керісінше плюс қой. Себебі ол сала дамымаған, ешкім ештеңе жасамаған. Ал сен қадам жасап, оны өзгертіп, бірінші болсаң, сол салада монополист атанасың. Бұл саған жақсы қаражат алып келеді. Неге өмірде кездесетін осындай минустарды, сылтауларды плюске айналдырмасқа? Кез келген нәрсеге екінші жағынан қарап көрсең, оның өзің үшін ұтымды жағын табасың. Егер өміріңде қандай да бір кедергіге жолықсаң, оны өзіңе оңтайлы болатындай етіп пайдаланып, плюске айналдырып ал. Мысалы, көп сөйлейтінмін деп айттым. Ол менің үлкен минусым болды, ал мен оны плюске айналдыру үшін мұғалім болдым. Нәтижесінде Тараздағы Қазақ-Түрік колледжінде оқыған менің студенттерім ең үздік атанды. Себебі көп кітап оқып, жақсы есте сақтау қабілетім бар. Оның үстіне көп сөйлегенді жақсы көремін. Әйтеуір барлығын дұрыс пайдалана отырып, жақсы жақтарымды дамыттым. Қазіргі таңда да істеп жүргенім осы. Бизнесімді дамытамын, бірақ білгенімді бөліскенді жақсы көргендіктен тренинг өткіземін. Өзімнің компаниямда да қазір мұғаліммін. Заманауи тілмен айтсақ, коуч. Мен әр бөлім басшысын шақырып алып, оның ойын тыңдап, оған жол сілтеп отырамын. Осыған дейін бетіме басып келген кемшілігімді артықшылығыма айналдырдым. Қазір мейрамхана бизнесіндегі мықты компаниялардың бірінің тізгінін ұстап отырған, негізін қалаушыларының бірімін. Версус қолданбалы және жеңіс академиясының негізі қалауының себебі де осы шығар. Сол себепті өзіңнің кемшіліктеріңді артықшылығыңа, ерекшелігіңе айналдырудан қорықпа. Сенде білім бар ма, әлде жай ғана кругозор ма? Білім ол қараңғылықты жарық қылады, бізді алға жетелейді деп айтамыз. Қазіргі заманның дерті, адамдар тренингтен тренингке баруға, ақпарат жинауға құмар, көп кітап оқиды, бірақ оны қолданбайды. Жалпы бұл ойға мені өмірдегі бір оқиға жетеледі. Бірде жұмыс бабымен бір ғимаратқа кіріп барғанымда күзетші жігіттің бизнеске қатысты қабылдануы ауырлау болып келетін кәсіпкерлерге негізделген кітапты оқып отырғанын байқадым. Сол кезде осындай мықты кітаптың бұл жігітке неліктен көмегі болмады екен деп ойландым. Кейін түсіндім, білім мен кругозор екеуі екі бөлек нәрсе екен. Қолыңа кітап алған кезде бұл ақпарат маған білім бола ма, әлде менің кругозорыма кете ма деп өзіңе сұрақ қой. Қолыңа кітап алған кезде бұл ақпарат маған білім бола ма, әлде менің кругозорыма кете ме деп өзіңе сұрақ қой. Егер оқыған кітабыңды пайдалансаң, ол сенің бір сұрағыңа жауап тауып берсе, мәселеңді шешсе, бұл білім. Ал егер де әртүрлі ақпаратқа басымызды толтыра берсек, үйренуге, білуге құмар болып, оны шынайы өмірде қолданбасақ, ол жай ғана кругозор болып қалады. Мысалы, пиар директорымыз Айна ханымға Астана қаласынан ашылатын мейрамхананың басы қасында болып, оның салтанатты түрде өтуіне тапсырма бердім. Айнаның көздерінен тапсырған жұмыстың қолынан келіңкіремейтінін байқадым. Мен оған кітаптар тізімін беріп оқып шығып, содан сұрақтарға жауап табатынын айттым. Айна ханым болса, Қуаныш мырза, мен ол кітаптарды оқып қойғанмын деді. Ал менің оған, сіз бұл кітаптарды кругозор үшін оқығансыз, ал қазір алдыңызда нақты тапсырма тұр. Ал оның шешімін сіз нақ осы кітаптан тауып аласыз. Сол кезде ол сізге мүлде басқаша көрінеді деп жауап бергенім бар. Кейін баяғы оқылған кітаптар кругозор емес, білімге айналды. Тағы бір мысал ретінде Версус академиясындағы сату бөлімінің басшысы Ардақ ханымды айтқым келеді. Жұмыс барысында ол маркетинг бойынша келген лидтарды саудаға айналдыруға қатысты кітап оқып жүр екен.
ардақ ол кітаптың ардақ ханымға пайдасы тиеді, себебі оның қазіргі таңда алдында үлкен проблема тұр. Оқыған білгенін қолданса, ол проблемасын шешеді және өзіне пайдалы білім алады. Рюмиді бастағанда Иона Бергердің «Заразительный» деген кітабын оқып, содан білім алғанмын. Рюмидің философиясын құруда ол кітаптың маған үлкен пайдасы тиді. Бір жігіт маған «Екеуміз бірдей кітап оқимыз, неге ол кітаптың пайдасы саған тиеді, ал маған тимейді» дейді. Өйткені мен кітапты сұрағыма жауап алу үшін оқимын. Бұл өте маңызды мәселе. Қолыңа кітап тиеді. Кітап алған кезде немесе Гуглдан ақпарат іздеп, ютубтан видео көрген кезде оның білім бе әлде кругозор екенін ажырата білу керек. Шымбұлақта шаңғы тебуді үйренгенім бар. Сол уақытта ютубтан шаңғы тебудің техникаларын үйрену туралы видео сабақтар қарадым. Егер де мен оны Шымбұлаққа шаңғы тебуге барған кезде емес жазда көрген болсам, ол мен үшін жай ғана кругозор болып қалатын еді. Ал алдымда нақты мәселе туындағандықтан шаңғы тебуді үйрену мен үшін білім болды. Қолыңа кез келген кітапты алғанда, бұл маған білім бола ма, әлде оқыған 10 кітабымның тағы біреуі бола ма деп ойлан. Сондықтан кругозорыңды үлкейте бермей, нағыз білім жина. Жасау мен тырысудың фундаменталды айырмашылығы. Бір қарағанда екі ұғымның айырмашылығы жоқ. Алайда қате анықтама, қате әрекет пен қате нәтижеге алып келетінін еске түсіріп, осы екі ұғымды толық ашып көрейік. Тырысу. Біздің қоғамда позитивті сөз. Тырысып жүрген адамды көбі мақтайды, үлгі тұтады. Себебі бұл босқа әрекетсіз жатқанмен салыстырғанда расында да жақсы ғой. Ал менің түсінігімде тырысу бізді алдайтындай. Бұл жерде тырысу деп нені түсінеміз? Кез келген істі жүзеге асыру барысында ырымын жасау деп білемін. Істемедім деген атаудан арылу үшін ғана өтірік бір әрекеттің сипатын істеп қою. Жұмыста талай адам бастықтарының көзінше тырысып жүр ғой, қарасаң тәнті боласың. Қарбалас тірлігі көп сияқты, ал нәтиже жоқ. Қорыта айтқанда, бұл кітапта тырысу нәтижесіз, бірақ белсенді орындалатын әрекет, яғни көз бояушылықтың бір түрі деуге болады. Ал әрекет жасау дегеніміз не? Бұл істің сәтті болуына қатысты барлық жауапкершілікті бір өзіңе алу. Істің ауырлығын мойныңмен көтеру және үнемі нәтижеге қол жеткізу. Сәтін салмады, бұйыртқаны және тағы басқа сылтауларды айтпау. Ретімен жасалған істе оң нәтиже болмауы мүмкін емес. Біз жасаудың орнына тырысамыз да, тырыстым ғой деп өз-өзімізді алдаймыз. Тырысу істемеуден жаман. Істемейтін адамның өзін ақтайтын амалы жоқ. Ал тырысушыда амал сылтауы бітпейді, тек жасаушыда ғана нәтиже бар. Қарап тұрсаң, қарапайым сөздер сияқты. Алайда осының мәнін ұғып жасап жүрген адамдар үлесі әлем бойынша 1%. 1%-дан аспайды. Өз атын танымал еткен, жеңіске жеткен адамдар көп емес. Оларды көбіміз білеміз және олардың жетістігінің кілті неде деп ойланамыз. Мысалы, ақш-та осы салада зерттеулер мен ізденістер өте көп. Солардың бірімен бөліскім келеді. Майкл Фелпс дене құрылымының сараптамасы. Майкл Фелпс атағы жер жарған әйгілі атлет. Әлемнің 26 дүркін, Олимпиаданың 23 дүркін чемпионы, нағыз жеңімпаз, медаль саны бойынша абсолютті рекордсмен. Бір ел болып 7 алтын алып жүргенде жалғыз өзі 7 алтын алған жүзуші. Қарапайым халықтан бастап арнайы мамандарға дейін оның құпиясын зерттеген. Майкл Фелпс дене құрылымының ғылыми сараптамасы атты мақалада оның жетістігінің себебі дене бітімінің ерекшелігінде дейді. Бойы 1,93 метр болса, қолын ашқандағы екі алақанының арасы
2 метрден асады. Оның үстіне денесі ұзын, ал аяқтары қысқа екен. Жазылған деректердің растығына шүбә келтірмеймін. Бұл жердегі мәселе осы ақпараттың оқырманға әсері. Бұны оқыған адам қандай ойға келеді? Сен қандай ойға келдің? Кішкене үзіліс жасап ойланшы, өз-өзіңе сұрақ қой. Бұл мәселені де зерттеген екен. Аталмыш деректері бар ақпаратты оқыған адамдардың бас бөлігі атақты адамдардың жеңіске жетуі көктен келген бір сый деп ой түйеді. Яғни осындай жеңіске жету үшін менің де денем осындай болу керек деп ойлаймыз. Әттең, Құдай ондай мүмкіндік бермеді деп ары қарай тырысып жүре береміз. Бұның басқа да нұсқалары болуы мүмкін. Менің ондай таныстарым жоқ. Ол байдың баласы, кішкентайынан мектепте жақсы оқыған және тағы сол сияқты. Өзімізді барынша сол жеңіске жеткен адамға ұқсатпауға тырысамыз. Ұқсастық болып қалса, қайталау керек қой, жасау керек болады, ал тырысып жүре берген ыңғайлы жайлы. Тереңдеу, ойланып қарасақ, көп жеңімпаздың құпиясын талантқа не дарынға ысырып тастайды екенбіз. Фелпстің тәуліктік жартысынан көбін жаттығумен өткізетіні орынсыз. Мәселе денесінің диспропорциясында. Расында солай болса, талай денесі диспропорция адамдар жеңімпаз болып кетпей ме? Бұндай мысалдарды шексіз жалғастыра беруге болады. Усейн Болттың тізелері бірдей екен. Головкиннің жүрегі асинхронды жұмыс істейді екен. Витстің кеңірдегінде ақау бар екен. Ал жасау мен тырысудың ара жігін ажырататын не? Қандай қабілет, не қасиетке ие болсақ қана біз тырысу фазасынан жасауға ауыса аламыз. Әбден бір сиқырлы дәрі, бейне бір панация іздеп үйреніп қалдық қой. Ондай абсолютті зат жоқ. Бірақ маңызы орасан зор бір құбылыс бар. Ол жауапкершілік. Біріншіден, оның табиғатын толық түсіну, кейін оны мойындау маңызды. Жаздың ба? Онда кеттік. Өкінішке орай, жауапкершілік бақылау бар кезде ғана пайда болатын құбылыс болып кетті. Уақыт өткен сайын жауапкершілік әдеттегі қабілеттен сирек кездесетін санатқа ауысып барады. Әр басшының топ сұрауында жүреді. Бұл ұғымды Стивен Ковидің сөздерімен, ойларымен ашып көрейін. Оның пайымдауынша, адамдар екіге бөлінеді: реактивті және проактивті. Реактивті адамдар әдетте көп болады. Оларды басқару оңай. Ең бастысы, олардың шешіміне және өзіне бір фактор әсер етеді. Мысалы, реактивті адам бір тренингке барамын деген күні қатты дауыл болып кетсе, оның шешіміне бірнеше фактор әсер етеді. Ауа райы жылы болса, баратын едім. Ақша төленгендігі не сомасы тегін болса, бірден үйде қалады. Төлеген ақшасын қалтасына ауыр болса, барудың амалын жасайды. Қысқасы, әсер ететін фактор көп және олар сырттан келеді. Проактивті адамның шешім қабылдауы керісінше ішкі күштерге сүйенеді. Ол адам құндылықпен жүреді. Қандай дауыл болса да, ол білім алу деген құндылықтың себебімен барады. Байқасаңдар, реактивті адам жауапкершілікті өзге күштерге сілтей салады. Менен басқаның бәрі кінәлі позициясынан таймайды. Ал проактивті адам олай болмаса да жауапкершілікті өзінің мойнына алады. Сол себепті де ол жасайды, тырыспайды. Проактивті ұстазға бір мысал келтірейін. Үлкен оқу орнында бір топ нашар бала болады. Олар ешқандай сабаққа толық қатыспайды. Тапсырма орындау атымен жоқ. Барлық өзге оқытушылар реактивті, олардан үміт үзген. Бұлардың тәрбиесі жаман, оқыту мүмкін емес, тыңдамайды дейді. Ал проактивті оқытушы: жоқ, мен оларды тыңдата алмай жатырмын деп күнде балалардың жүрегін жаулауға және шырағын жағуға тырысады. Нәтижесінде әлгі бір құмалақ оқу орнын ең үлгілі түлек ретінде тамамдайды. Тырысушы жауапкершілікті өзгелермен бөлісіп жүрсе,
яғни нәтижесі болмаса өзгені айыптайды, ал жасаушы жауапкершілікті ешкіммен бөліспейді. Жаман нәтиже көрсетсе де тек өзінің аз жұмыс істегендігінен, ізденгендігінен, оқығандығынан, сұрағандығынан көреді. Ал марапат не мақтауды бөліскенде жағдай керісінше. Тырысушы бар мақтауды, атақ-абыройды өзіне қарай тартады, ал жасаушы өзгелермен бөліседі. Жоғарыдағы мысалдан көріп тұрғанымыздай, көп тырысушыдан пайда аз. Бір жасаушы оң және түбегейлі өзгеріс жасай алады. Татьяна Черниговская айтпақшы, біздің тіліміз ішкі ұстанымдарымыздың көрінісі. Басқаша айтқанда, жасаушы мен тырысушы ұстанымын ұстап жүргеніміз біздің айтқан сөзімізден білінеді. Баршамызға таныс тағы бір мысал келтірейін. Өткен ғасырдың соңында талай компания нарыққа серпіліс әкелетін өнім жасағысы келді, бірақ көбі тек тырысып жүрді. Ксеркс компаниясы Мышка, тағы бір компания интерфейс жасап тырысты, ал Apple сол тырысулардың басын қосып жасай салды. Сөйтті де алғашқы Макинтошты нарыққа келді. Сенсорлы телефонды бірінші болып жасауға тырысқан Nokia, ал жасаған Apple. Facebook'ке дейін әлеуметтік желі болды, WhatsApp'қа дейін мессенджер болды. Олар тырысты, біз білетіндер жасады. Жасауға тырысу бар, жасау бар, таңдау сенікі. Дұрыс емес нәтижелердегі сенің ойың. Жолым болмай жүр, көз тиді, елдер көре алмайды, қолдау жоқ, аяқтан шалды, бұйырмады, сәті келмеді, хайырлысы. Қоғамдағы көптеген ақпарат не адамдар бізді тырысуға ғана итермелейді. Тырысқанды марапаттайды, талпыныс бағаланады, ал өмірде ол есепке алына ма? Мынау 10 рет банкрот болды екен деп мойындай ма? Форбсқа шығара ма? Тек жасағанда ғана шығарады, ал жасау үшін еріксіз ол қылықтарынан үйренді. Тек бізге сырттай тырысу болып көрінеді. Қанша жолы болмаса да қайтпады дейміз. Сөзсіз, бірақ ол тырысып жүрмей, бірден жасаса ше? Бірден жеңіске жету мүмкін бе? Менің ойымша, біз өмірден таяқпен ғана сабақ алып үйреніп қалдық. Әрине, ол таяқты бірдеңе үйретеді. Мәселен, көпшілігінің сол таяқтан еш жей алмай қалатындығында. Нені және қалай жасаймыз? Бір байқағаным, көбіміз шартты сөйлемді қажеттінен көп қолданамыз. Мысалы, егер жаңбыр жауса, өзіммен қол шатыр алып шығамын. Егер көлік алсам, аяқ киімім таза болады. Әзірше автобуспен жүрмін, сондықтан аяқ киімім кір дегендей. Тағы бір өмірден алынған жақсы мысал. Бизнестегі әріптесім Айдос мырза кезінде мұғалім болып университетте дәріс берген. Оған қоса жеке бизнесі де болған. Мұғалімдердің қасында журнал, кілт таситын көмекшілері де жүреді екен. Бір күні Айдос мырза кілт күтіп ұзақ тұрды. Әлгі көмекші қыз әлі жоқ. Айдос мырза көмекшісіне кілт алуға өзі барса, ол қыз интернеттен жұмыс іздеп отыр екен. Маған басқа жұмыс керек еді, қазіргі айлығым 60 000 ақ дейді. Сол кезде Айдос мырзаның келіп маған айтқаны: қуаныш, компанияма жақсы хатшы қыз іздеп жүредім, айлығы 120 000. Әттеген-ай, университетте маған көмекші болып жүрген қыз жұмысына тиянақты болғанда оны алар едім. Көрдіңіздер ме? Егер Айдос мырзаның көмекшісі сол кезде жұмысын жауапкершілікпен орындаса, басқа жұмысқа да тұрар еді, айлығы да жоғары болатын еді. ақш-тың әскери теңіз флоты генералының лекциясы бар. Егер сен әлемді өзгерткің келсе, өзіңнен баста. Әлемді өзгертуді төсегіңді жинаудан баста деген. Кішкентай нәрсені дұрыс жасамаған адам, үлкен нәрсені де дұрыс жасамайды. Шартты сөйлемді бастан шығарып тастау керек. Айтпақшы, осы лекцияны YouTube'қа кіріп қарап ал. Если ты хочешь изменить мир, заправь кровать деп аталады. Ол үшін берілген QR-кодты сканерлеу жеткілікті. Ал шартты сөйлемді пайдаланбау үшін адам өзінің жұмысын жақсы көру керек. Біздің үйремеде еден жуушы адам бар. Қарайсың да сүйсінесің. Ол
өз жұмысын үлкен махаббатпен жасайды. Сол адамның құрметіне біз Рюмедегі барлық еден жуушы адамдардың жалақысын көтердік. Себебі оның жұмысында бүгін қалай болса солай жуа салайын, ертең жақсылап жуамын деген шартты сөйлемдер жоқ. Сонымен тырыспай жасау үшін біріншіден нені қазір бар жұмысты жасаймыз. Екіншіден қашан? Қазір. Шошқа мен сиыр туралы әңгімені түсінікті болу үшін келтірейін. Бір күні шошқа сиырдан неге сені адамдар бағалайды, ал мені бағаламайды? Мен етімді беремін, терімнен аяқ киім, ал қылдарымнан қылшық жасайды. Сен болсаң тек сүт бересің, деп сұрайды. Сиыр ұзақ ойланып жауап береді. Өйткені сен етіңді, теріңді және қылдарыңды өлгеннен кейін бересің. Ал мен сүтімді тірі кезімде беремін. Сол сияқты ертең демей қазірден бастау керек. Үшіншіден, қалай жасаймыз? Болмасаң да ұқсап бағу. Яғни идеалды образға ұмтыламыз. Бұл туралы форманың жоқтығы немесе барың мен жоғыңның айырмашылығы. Образ таңдау, қияли болудың пайдасы деген бөлімдерде толыққанды талдап жазғанмын. Егер сенен қарызға ақша сұрағанда тауып көрейін десең, нәтиже 50-50 не болады, не болмайды. Курстарға жазылып тіл үйреніп көремін, бизнес ашып көремін. Тырысқан кезде әрдайым 50-50 болады. Тырысу дұрыс болса, нәтижеге алып келеді. Ал қате болса, тағы да тырысты, қайтадан 50-50 мәселесі туындайды. Сөйтіп әрдайым қате болып қайталана берсе, өмір бойы тырысса бітпейтін нәрсе шексіз қайталана береді де бір нәтижеге алып келмейді. Ал жасауда 100% нәтиже болады. Не жақсы нәтиже, немесе онша жақсы емес, бірақ нәтиже бар. Түріктерді жақсы көремін, оларды жақсы түсінемін деп әрдайым айтып жүремін. Бірде Түркияда аяқ киімімді тазалаттым. Тазалап берген ұста өз жұмысын жанын салып тиянақты жасайтыны көрініп тұр. Өзімен әңгімелессем өміріне риза, жалақысы тұрмысына жеткілікті. Аяқ киім тазалайтынын мақтан тұтады. Оған қоса әкесінің кәсібін жалғастырып жүр екен. Одан соң таксиге отырдым. Стамбулда барлығы 18 000 ресми такси бар. Біздегідей әр адам өз көлігіне мініп алып таксист болып жүрмейді. Бірде Астанада таксиға мінгенімде ресми костюм шалбар киіп алған, түрі мен сипаты келісті жігітке кезіктім. Неге әдемі болып киініп алғансың деп сұрасам, бұл жігіт мемлекеттік қызметте жүр екен, ал жұмыстан уақыты бос кезде таксист болып қосымша табыс табатын болып шықты. Ал Түркияда олай емес. Таксистер ресми түрде жұмыс істейді. Барлығы да біз сияқты футболка, джинсымен жүре береді. Алайда бір күні әдемі болып ақ жейде киіп алған, үсті мұнтаздай таза киіміне қарап тамсанатын көлік жүргізушісіне жолықтым. Неліктен соншалықты әдемі болып жүрсіз деп сұрадым. Ол адам, егер маған Құдай жолаушы жіберсе, неге оны албасты сияқты күтіп алуым керек? Әр клиентім құтты қонағым деп жауап берді. Сондықтан тек жоғары лауазымда отырсаң ғана емес, жалпы әркім өз жұмысын жақсы істесе, өзі де нәтижеге жетеді, оның қоғамға да пайдасы тиеді. Тырысу мен жасаудың айырмашылығын аша алдым деп сенемін, және де тиісті ұстанымды таңдауға әсер ете алдым деп үміттенемін. Егер сен менімен әлі бірге болсаң, осы бөлімнен түйгеніңді бір қорытындылауға кеңес беремін. Ал келесі бөлімде тырыспай жасаудың техникасына қатысты түйген ойларыммен бөліспекпін.